Жылан жылы жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін ашатын осындай жылан салатын жасап көріңіз. Құрамдарын алдын ала пісіріп, кішкентайлап кубиктап тураймыз. Картоп, сәбіз, үкіштен өткізілген ірімшік, ет және жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның біреуінің саруызын алып қаламыз. Одан жыланның көзін жасаймыз. Енді майонез, дәміне қарай тұз бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Осындай ұзыншалы отысқа енді салатымызды салып, яғни қолымызбен тегістеп жыланның бейнесін жасайтын боламыз. Өте оңай. Міне осылай құйрығын шығарамыз, басын барлығын осылай қолымызбен, яғни тегістеп жасап шықсаңыз болады. Ең соңында лопатамен осылай басып шығамыз. Енді жыланның үстін әрлейміз. Ол үшін сүйексіз қара зәйтүн майын жартылай сақиналап тураймыз. Жыланның мойнынан бастап енді аяғына дейін осылай үстінен ортасынан, яғни қойып шығатын боламыз. Ал енді жан жағына тұздалған қиярды жұп-жұқа етіп, оны да жартылай сақиналап турап, яғни бірінің үстіне осындай жартылай кигізіп, әдемілеп басына дейін осылай орналастырып шығамыз. Енді жыланның көзіне жаңағы алып қалған жұмыртқаның саруызын екіге бөліп, шеттерін тегістейміз, үстінен черносливпен жұқалап қиып, осылай көзін жасаймыз және тіліне тәтті бұрыштан осылай кішкене қиып жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте қызықты әрі дәмді. Баршаңызға жаңа жыл құтты болсын және пайдалы парақшама тіркеліңіздер.